Менің каналыма қош келдіңіздер. Осы апта сіздерге қазақтың ұлттық тағамдарының бірі майсөкпен бөліскім келеді. Ең алдымен таза тарыны ыдысымызға саламыз. Үстіне жаңа қайнаған ыстық сүтті құйып араластырамыз. Дәмі болуы үшін қаймақты саламыз. Қаймақ міндетті түрде қолдың қаймағы болуы керек. Дүкеннің қаймағы болмайды, ол іріп кетеді. Жақсылап араластырамыз. Майлы болуы үшін қалауларыңызша қолдың майын салсаңыздар да болады. Және тәтті болуы үшін дәміне қарай қант салсаңыздар да болады. Сүттің орнына қайнаған суды қосуға да болады. 50% қайнаған су, 50% қайнаған сүт болса да бола береді. Ең бастысы бізде тары жақсы жібуі керек. Барлығын жақсылап араластырамыз, бетін жауып 30 минутқа демалдырып қоямыз. Қараңыздар, біздің тары жібіді, сүттің барлығы тартылды. Өте дәмді, дайындап көріңіздер, ас болсын. Осы тарының адам ағзасына қандай пайдасы бар? Комментарияға жаза отырыңыздар. Сіздермен болған Гүлназ, сау болыңыз.